Ассалаумағалейкум достар, бүгін тағы да мен сіздермен Айдос Мырзабай. Сіздерге бүгін 4 бөлмелі ремонты жақсы, үші бағасы арзан үй көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Неге? Себебі видео соңында үйдің сыртқы бөлігін көрсететін боламын, және де қызықты осы үйге байланысты ақпарат айтатын боламын. Ең бірінші біз үйдің планировкасы толықтай түсінікті болу үшін кіреберістен бастайық. Кіреберісіміз міне осы аймақ. Аяқ киім шешетін аймағымыз осы. Енді кіреберісінің бір ерекшелігін айта кетейін. Кең ғой, кең. Емін-еркін келесің, аяқ киім шешесің. Енді жақта қараса шкафтың қалай тұрған. Мына шкафты былай алып, былай қойсаң да болады. Немесе габраски тағы да шкаф жасап жіберсең де болады деген сияқты ғой. Неше түрлі идеяңызды жүзеге асыра берсеңіз. Одан бөлек тағы да үйге қонақтар аяқ киім шешіп, келесі бөлікке өткен жағдайда да мына жерде әңгімелесетін тағы да бір зона бар ғой. Қонақтармен әңгіме айтып отырып, "О, қалай жағдай, анау, мынау." Сөйтесің да ас бөлмеге қарай өтсек те болады. Так, ас бөлмесі енді бұл әйел адамдардың ең керекті бөлмелердің бірі. Бұл ас бөлменің маған қатты ұнағаны не? Біріншіден, оператор әріректеу тұрып түсірейік. Біріншіден, мынау жиһазды по заказу, яғни тапсырыспен жасаған. Көріп тұрсыздар ғой. Мен оң жағымда да, сол жағымда да, оң жағымда да жиһаздарды полный әдемі жасап қойған. Қараш, терезенің айналасының өзінде де әдемі жасап қойған, шуатын жерін тамаша қылып, островок қылып жасап қойған. Бөлек жерде тамақ шай ішетін аймағы бар. Яғни мына ас бөлменің кеңдігі кең. Неге? Өйткені жалпы көлемі мен бағаны шақпен есептедім енді 30 шаршы метрде бар примерно. Екі төбеде жарықтандыру, яғни люстрасын әдеміліп іліп қойған екен. И плюс екі терезесі бар. Таңертең таң атқанда күн түседі, и после обеда, яғни түстен кейінде тағы да бір күн түседі. Кеттік. Так, кіреберісті айттық. Мынау не шкаф деген енді сіздерде сұрақ болатын болса, бұл шкафтың ішінде үйде көрпе төсектер тұрған. Яғни басқа бөлмелерде көрпе төсек шашылып жатқан жоқ. Есіктерін айта кетейін, есіктері әппақ. И үйдің ремонтына мән беріп қайтатын болсақ, қабырғада арнайы жақпамен, қазір дәл осы бөлме шамалы көрінбей тұрған шығар, қазір ортаңғы бөлікке өткен кезде байқап көрсіздер. Жуыну бөлмесіне қараңдар. Жуыну бөлмесін қарасайындар. Нағара. Кең ба? Кең ғой. Мына жерде бөлек душқа түсетін жерің бар. Мына жерде бөлек туалет тұр. Раковинаны қара қайда жатқан. Кең үлкен жуыну бөлмесі бар үйде. Кеттік ары қарай. Ортаңғы бөлік бізде бұл енді холл десек те болады, демалыс аймағы десек те болады, алдағы уақытта мына жерге теледидар орнатып жіберетіндей. Жалпы біраз бөлмеге жатады, және әдемі төбесіндегі натяжный потологының цветі, еден, қабырғаның цветі бәрі әдемі үйлесіп тұр. Енді жаңа айтып өткен қабырғаның жақпанына қарасай. Жақыннан көрсетсең болады. Өзіне жақпанмен жағылған ғой. Кеткен залға қарай. Қонақ қабылдау бөлмесі зал. Екі терезе бар. Бұл бөлмеде де дәл сондай жақпанмен жағылған. Жоғары жағы натяжной потологының цветі, яғни түсі басқаша. Алдыңғы қарағанда. Яғни примерно алтын түстеске келеді. Және мына жердегі жиһаздың өзі де қараш, соған арнайы подобрать етілген сияқты, яғни таңдалған сияқты қараш. Әдемі, тамаша. Негізі мына нәрселердің бәрі жақында алынған ау деп мен білуімше. Ортаңғы бөлікте де екі люстра, залда да екі люстра. Люстраға бай ғой мына үй деген. Мынау енді балалар бөлмесі көріп жатқанымыз. Беттегі картаны қараса әдемі. Балаларға арналған. Үйлестірген екен. Өзінің шкафчигі бар. Терезе, перде, бәрі конкретно. Еденін айта кетейін. Едені бізде қателеспесем ЛДСП. Енді бізде тағы да бір жатын бөлме бар. Үлкен жатын бөлме. И бөлек бағана айтып өткендегідей үйдің сыртымен танысатын боламыз. Кеттік. Енді мына жатын бөлмені қараса енді 25 шаршы метр жатын бөлме. Жатын зонасы, киінуге арналған бөлек зона, яғни арнайы шкафчик бар. Мына жерде әйел адамдар болса, емін-еркін мына жерге стульчик қойып жібереді да, немесе пуфик дейме жаңа. Қойып жібересің, боянып, сыланатын тағы да бір зона бар. Керемет үй,
еще бағасын сипаттамасынан көрсеңіздер, суперский баға, төбесіндегі нені көрсетіп жүр, люстраны, әдемі қазаққа. Енді бағана уәде еткеніндегідей қызықты информация бар, және үйдің сыртымен танысамыз. Уәде еткеніндегідей қазір үйдің сыртқы бөлігімен, яғни ауласымен танысатын боламыз. Ең бастысы мен сіздерге үйдің ауласымен таныспас бұрын расположениесін айтып кетейін. Расположениесі қайықта десеңіз, бұл негізі коммунизм районы. Қараңызшы міне, дәл екі көшенің углында орналасқан үйіміз расположениесі әдемі жерде. И плюс ана көшені көрсетіп жүр, анау бізде Қорқыт деген басты көшелердің бірі. 4-5 маршрутка жүреді енді. 4-5 маршрутка жүреді, яғни 100 метр жерде маршрутка жүретін жер бар. И плюс жанында, жақын маңайда, где-то бір 300 метрдей жерде мектеп орналасқан. Сыртқы қоршауына мән беріңіздер, пескоблокпен өрілген, және де воротасы, қайтсам, выдвижной дей ма? Yani ысырылмалы ворота ғой. Аулада толығымен стяжка, негізінде үй иесінің жаңағы үлкен жүк көлігі бар, соған арнап құйылған, яғни мықты құйылған деп ойлаймын. Жанында плюс аулада бағана айтып өткен қызық ақпарат деп отырамыз. Времянка бар. Времянкамыз бізде енді ақша келіп тұр екен, қазір арендаға беріліп отыр екен. Қанша екенін өкінішке орай айта алмаймын, оны үйдің иесінен сұрай аласыздар. Үйдің сыртын көрсетіп жіберейік. Үйдің сыртқы көрінісі міне мынадай, ауланың көрінісі міне осындай. Алдағы уақытта енді қателеспесем баняға болу керек. Тағы да бір құрылысты дайындап қойыпты ана жерге. Оны да тоже үйдің иесінен сұрап аласыздар деп ойлаймын. Керемет баға, тамаша район, негізінде қаладағы нормальный райондардың бірі. Жер үйлерге әрине хабарласыңыз. Басқа не айтамын?